Сәлем көрермен, сіздермен сен білесің бе Айдары және мен Гүлнұр. Бүгін мен ұлттық Наурыз мерекеміз жайында сен білмейтін 10 деректі ақпараттармен бөлісетін боламын. Қазақ халқы ықылым заманнан бері Наурыз мейрамын жыл басы санаған. Қаһарлы қыстан аман шыққан қазақ халқы жердің көктеуін жаңа жылға балап ұлан асыр той өткізген. Әйтсе де, ұлыстың ұлы күні жайлы көп адам біле бермейтін деректер бар. Наурыз мұсылмандардың төл мейрамы емес. Наурыз бүгінде көбіне мұсылман халқы атап өтетіндіктен бұл мейрам ислам дініне қатысы бар деген ұғым пайда болған. Жоқ, Наурыз мұсылмандардың төл мейрамы емес. Мысалы, бұл мерекені араб халықтары тойламайды. Тіпті Ирак пен Сирияда Наурызды атап өтуге тыйым салынған. Түркияда 1991 жылы ғана Наурызды тойлауға салынған тыйым алынып, халық мейрамды атап өте бастады. Еуропа халқы да Наурызды атап өткен. Әз Наурызды қазір көбіне Орта Азия мен Таяу Шығыс елдері тойлайды. Бірақ тарихи деректерге сүйенсек, бұл мерекені Еуропа елдері де атап өткен. 18 ғасырға дейін ежелгі Грекия, ежелгі Рим және Ұлыбритания халқы Наурыз мерекесін тойлаған екен. Солтүстік көршіміз орыс халқы да кезінде көктем мерекесін атап өтіпті. 1700 жылға дейін ежелгі Русьте Наурыз мейрамы болған. Біздің заманымызға дейін пайда болған мейрам бұл бүгінгі 3-ші дерек. Өкінішке қарай адамзат Наурызды қай заманнан қалай тойлай бастағаны туралы тарихи деректер жоқ. Кеңінен тараған мәлімет бойынша Наурыз Парсы халқынан шыққан. Бұрын қазақ ақсақалдары бұл мейрамды Қызылбастың Наурызы деп бекер атамаған болу керек. Себебі Қызылбас деп қазақтар Парсы елін айтқан. Наурыз мейрамы біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырда Зороастризм кезеңінен бастап тойланады дейтін деректер де бар. Бұған ежелгі кітаптар дәлел. Тағы бір дерек түркілердің жаңа жылы. Яғни Наурыз мейрамының түркі халықтарына келу жайында. Аңыз бойынша түркілер 22 наурызда жан-жағын тау қоршаған қауіпті Эргенекон аймағынан аман шыққан. Содан бері түркі халықтары Наурызды жыл басы деп санап, бүгінге дейін солай тойлап келеді екен. Тағы бір дерек, КСРО-да 62 жыл бойы тойлауға тыйым салынды. Кеңес кезеңінде бұл мейрам бейресми ғана тойланған. Себебі ол кезде билік көктем мерекесін атап өтуге тыйым салған. 1926 жылдан бастап Кеңес одағы кезіндегі халықтар Наурыз мерекесін тойлай алмады. Бұл 1988 жылға дейін жалғасты. Наурыз мерекесі тақырыбындағы 7 санының құндылығы. Наурыз мейрамы дегенде кез келген халық өзінің ұлттық тағамын еске түсіреді. Мысалы, қазақ бұл мерекеде арнайы наурыз көже пісіреді, ал өзбектер сумаляк, яғни халқы хафтмева жасайды. Бұларды бір ғана нәрсе байланыстырады, бәріне де 7 түрлі тағам қосылады. Ал Әзірбайжанда бұл күні хафт син жасалады. Оған с әрпінен ғана басталатын 7 тағам қосылады екен. Ал кей елдерде Наурыз күні жұмыртқаны түрлі түске бояп дастарханға қояды. Тағы бір қызықты дерек, қар жауғаны, нұр жауғаны. Яғни Наурыз нағыз көктем мейрамы болғанымен, бұл күні қар жауса, ол жақсы ырымға баланады. Яғни қар жауса, нұр жауды, келер жыл жақсылықпен өтеді деп қуанған. Бұрын қазақта сұлу қызды Наурыздың ақ қарына теңеген екен. Тағы бір сіз білмейтін дерек, бұл Наурыз мерекесі кешірім сұрайтын күн. Яғни Наурызға қатысты түрлі наным сенімдер бар. Бұл мереке алдында қарыз қайтарып барлық өкпе ренішті кешіру керек деп саналады. Сол кезде барлық қайғы өткен жылмен бірге кетеді деп сенген. Наурыз алдында әр отбасы үйін тазалап, қажет емес заттарын лақтырған. Бұрын Наурыз күні таң сәріні күтіп алу үшін барлық отбасы далаға шыққан екен.
Тағы бір дерек, Наурыз мейрамын әлем мойындаған мейрам. Яғни шығу тегі тарих тереңінен бастау алатын Наурызды ұзақ ғасырлар бойы әлемнің көп халқы назарына ілмей келді. Тек 2009 жылы 30 қыркүйекте ЮНЕСКО Наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасы тізіміне енгізген. Ал 2010 жылы Біріккен ұлттар ұйымы Наурызды халықаралық мереке ретінде ресми түрде бекітті. Көрермен, осымен менің дайындаған ақпараттарым тамам. Наурыз ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Әрбір қазақ отбасына амандық, саулық, бақыт, береке тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаған болса тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сау саламатты болыңыздар.